Тағы да сол түсті көріп шошып оянды. Не деген қорқынышты түс еді. Өмір бақи соңынан қалмай қойды. Көздер, көздер, жай көз емес, от шашқан шоқ көздер. Бала кезінде көрген арлан қасқырдың көздері бірден есіне сап ете түседі сол сәт. Жанарлардан ұшқан өткір, уытты сәуле жебелер кеудесіне, барлық денесінің әрбір нүктесіне кірш-кірш қадалып жатады. Бүкіл денесі қан қақсап, жанын қай жерге қоярын білмей жанталасады. Айқайлап шыңғырып жатқанда оянып кетеді. Шүйкедей кемпірі ол да селт ете оянып шошынады. Қалай шошынбасын? Бүкіл үйді басына көтерген ащы дауыстың соншалықты үрейге толы екендігін бір ауыз сөзбен жеткізу қиын. Бүгін таңда ах деген жан шошырлық дауыс толқыны қам кесектен тұрғызылған үйдің төбесін шайқалтып жібергенде еді. Үсті басын тер жауып, малшынған күйінде ол басын жастықтан жұлып алды. Жан-жағына алақ-жұлақ қарап, шоқ боп жанған көздерді іздейді. Кемпірі байғұс шалының көп жылдардан бері осындай шошымалы сәттерін жақсы біледі. Жанынан су толтырылған шәйнек кетпейді. Дереу жалма-жан қараңғылықты қармай жүріп, шәйнекті шалына ұсына береді. Астапыралла, астапыралла деп дауысы дір-дір етіп шыққан Түйебай шал шәйнектің шәумегін әзер аузына апарып, суды қылқ-қылқ жұтады. Уф, ішінен от жалынын осылай шығарып, ол аздап өз-өзіне келгендей болады. Тағы да әлгі көздер ме? Дауысы қырқыр еткен кемпірі аяушылықпен сұрайды. Сол көздер. Адамның ба, қасқырдың ба, білмеймін. От шашқан көздер. Кімнің? Қасқырдың дейсің бе? Немене? Жас кезінде қасқырды өлтіріп бе едің? Егер өлтірсең, ол киелі қасқыр шығар. Бірақ сені молдаға да оқыттық. Емшіге де апардық. Түк шыққан жоқ қой. Әй, сол қасқырдың көздері емес болар. Тәйт, сонда ол... Түйебай шал тілін тістеді. Ана шамды жақшы. Кеше бір кәзитте тұра сол жанардың иесін көрдім. Иә, тура сол. Әкел кәзитті. Бол. Бесмилля. Сүйегі сықырлап, кемпірі әзер тұрды орнынан. Шамды жақты. Ау шалым, қайда кәзит? Сен сірә оны түсінде көрген шығарсың. Жоқ, өңімде көрдім. Кеше оны анау көрші бала келген. Сол кезде кәзиттегі таныс бейне көзіме оттай басылды. Бергісі келмеп еді. Ақша бердім. Бәтшағардың көзі оттай жанды. Төргі үйде үстелдің үстінде жатыр ол. Тез барш, тасбақаға ұқсамай. Түйебай десе нағыз Түйебай. Сүйектері қазір арса болып тұрғанмен, дене бітімі ірі кісі екені көрініп тұр. Ақтамбалда аяқтары серейіп жатыр. Қолдары да ұп-ұзын, мұрны қоңқиған, көзі қысық, аузы дорбадай сіріңке өңді шал. Оң жақ бетінде тыртық бар. Әлде оқтың, әлде қылыштың ізі. 80-нің о жақ бұ жағында болғанмен, әлі де қайрат екендігі сыртқы пошымынан андағалайды. Таптым шалау деген ажар кемпірдің әнеу төргі үйден қуанышты қырылдақ үні шықты. Бойы кішкентай кейуана мен мұны алып шалды салыстырудың өзі күлкілі. Шүңкейген кемпірдің бойы Түйебайдың белінен ғана келеді. Осы кемпір 10 бала туды. Бірақ оны да қазір жоқ. О дүниелік болған. Даңғарадай үйде екеу ғана елбесіп, селбесіп өмір сүріп жатыр. Әкел бермен. Шал елгезек қимылдап, алға еңсерле, дәу қолдарын бірден созды. Міне, мынау, тура сол. Қараның нарком болған баласы. Көзін қараш, көзін. Мына кәзиттің ішінен де ол маған оқты көзімен қарап тұр. Ойбай, нем бар ет бұларда. Шалдың жуан дауысы ойбайлаған сәтте жіңішкіреп, мүсәпір халге түсті де, үрейленгеннен газетті лақтырып жіберді. Кемпірі қағылес қимылмен газетті қағып алып, ол да жалма-жан суретке қарады. Осының көздеріме сені шошытып жүрген өткір әрі жанарлы екен. Қою шашты, әдемі жігіт бопты. Әй шалау, бірақ мен бұдан тым қорқатындай, шошитындай ештеңе байқап отырған жоқпын. Деп ажар шалына таңданған кейіпте қарады. Ал Түйебайы бүрісіп, қос қолымен басын ұстап, жүрелей отыр екен. Шалау, саған не болды? Бір жерің ауырып тұрған жоқ па? Кемпірі жік жапар болып,
оның бетіне үңіле қарады. Жүрегім. Шалдың тамағы қырылдап, бір жағына жантая құлай берді. Түйебай ауруханада ұзақ жатты. Жүрек талмасы ұстап, сол жағы жансызданған оның тұруға қауқары болмай қалды. Оның үстіне еңгезердей шалдың сүйегі де ауыр. Қарулы екі жігіт көтермесе, ана мынау адамның күші жетпес. Шал арбаға таңылды. Шүйкедей кемпірі оны таза ауаға шығарып, аурухана ауласында күн сайын қыдыртатын. Дәрігерлер қанша емдесе де, Түйебайды аяғына тұрғыза алмады. Ақыры болмаған соң үйіне апарып тастады. Міне, содан бері тірі өлік болып, төсекте шалқасынан түсіп жатады да қояды. Басқа не істесін? Кемпірі тамақтандырады. Алғашқыда туысқандары келгенсіп еді. Олар да бұл үйге соңғы кездері бас сұқпайтын болды. Екеуден екеу. Зейнетақыларын талғажау етеді. Шал бұрынғыдай анық сөйлей алмайды. Ойын сақаулана сөйлеп әзер жеткізеді. Ой, жалған дүние-ай. Осы сөзді күн сайын мың қайталайтын шығар. Айтпақшы, от жалын көздерді енді о түсінде көрмейтін болды. Есесіне Қараның ұлы Темірбек келіп, миына орнығып алды. Енді ол туралы көп ойлайтын еді. Басқа дене мүшелерінде ақау болғанмен, Түйебайдың басы сап-саутын. Өткен өмірі, ойға алғандары бәрі жаңғырып тұр. Оның төсек тартып жатқан мына жағдайында сол өткенді қазғылағаннан басқа ештеңе қалған жоқ. Өлім мен өмір ортасындағы адам сол өткенін ой таразысына салып өлшеп, қайсысы ақ, қайсысы қара екенін өзінше орын-орнына қойғысы келеді. Мына түрімен әрине, ол ойларын жартып, ешкімге айта алмайды. Тілі шіркін, күрмелген және үйдегі тыңдайтын жалғыз адам кемпірінің түрі анау. Айтпақшы, үйдегі үшінші адамды әсте ұмытып барады екенбіз. О кенеттен пайда болған бір елес бейне. Түйебай елес кейіпкерді өзі ойлап тапты ма, әлде Алла тағаланың жіберген періштесі ме, кім білсін. О дүниеге барып келгеннен кейін сол бейне пайда бола кетті. Әсіресе үйге келген соң, ой таразысына өткен кеткенді салып, дұрыс бұрыстығына зейін қоя, әлгі елес бейне тура үстінен қарап тыңдап тұрады. Ақиқаттан қияс кетіп бара жатқан кезде ол бірден пайда бола кетеді. Кесіп айтады, батыл жеткізеді ойын. Түйебай одан қатты қорқады. Ол елес бейненің турашылдығына, пәктігіне, ақиқатшылдығына орай, оған өзінше періште жан деп айдар тақты. Қызық болғанда шалының өзінше күбірлеп, әлде кіммен сөйлесіп жатқанын бір-екі рет көріп қалып, кемпірі шошып кетті. Әй, шалым-ау, кіммен сөйлесіп жатырсың? Байқа, ішіңе жын кіріп кетсе жаман болады, деді ажар кемпір өзінше сәуегейсіп. Түйебай оған ала көзімен бір қарап еді, ол жын болып жөніне кетті. Содан жалғыз қалып, ой теңізін еркін кешіп жүре беретін. Темірбекті бозбала кезінен біле бастады. Оны Түйебайдың анасы Сайрагүл сырттай таныстырды. Балам, деді бір күн ол. Мінеки, сен жігіт болып келе жатырсың. Әкең де оның бауырлары да ерте кетті. Сен оларды көрген жоқсың. Оларды кім өлтірді, оны да білмейсің. Бірақ сен ол шындықты білуің тиіс. Мен де мойнымдағы аманаттан құтылсам дейм. 16-17-дегі бозбала Түйебай елең етіп, зор ынтызарлықпен анасына құлақ қойды. Апа, кім өлтірді? Деген сөз оның аузынан атып шықты. Сені жетім қалдырып, қаршадайыңның қозы соңына салғандарды білгін келетінін мен жақсы білдім. Мен де осылардың есігінде өмір бақи күң болып келем. Көрмеген зәбірім жоқ. Сенің әкеңді де, оның бауырларында құл етіп жұмсады. Олардың мың сан қойлары, жылқылары, түйелерін осындай құлдар баққан. Бір күні боранға қарамай қуан шал 3 ағайынды жігітті жылқыларды қарауға жібереді. Содан олар боранда адасып, үсіп өлді. Ешкім оларды іздеген жоқ. Көктемде қар кеткеннен кейін мүрделерін тауып көме салды. Ойпырмайы, не деген қатыгез жандар. Апа, мен олардан кек алам, кек. Әзірге асықпа балам, арандап қаласың. Реті бір келер. Түйебайдың бойын кек кернеп, Қараның тұқымдарын жек көргені осы сәттен басталды. Иә,
Бұлар әкемді, ағаларымды өлтірді. Анамды, өзімді күң құл етіп азаптады. Тек біз ғанамыз ба, басқалар да? Деп шалқасынан сұлық жатқан Түйебай ойын жұптап көтеріліп келе жатыр еді. Періште жанның даусы оның сөздерін қылышпен кесіп тастағандай саңқ-саңқ етіп естілді. Әй Түйебай, ақиқатқа бұрыл, төріңнен көрің жақын қалды. Әке ағаларың боранда үсіп өлгеніне олар кінәлі емес. Табиғаттың қаһары емес пе ол? Жарайды, қуан жүргендердің малын бағам деп оқыстан ажал құшты. Олар боранға қарамастан өздері бастап, сол кезде іздегенін мен жақсы білем. Құрметті тыңдарман, әңгімені жалғастырмас бұрын бізді қай жақтан, қай өңірден көріп отырғандарыңызды және жасыңыз қаншада екенін төменге жаза кетіңіздер. Әңгімеге лайк басып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Көп рахмет. Мүрделерін тапқаннан кейін арулап көмді. Сен сол кездері дүниеге келіп жаттың. Жәбіш бәйбіше өзі келіп, қалжасын сойып күткенін аның неге айтпады? Сені бозбала жасқа жеткенде балаларымен бірге молдаға оқытқан кім? Одан кейін Темірбек сенімен бірге бірнеше бозбаланы әскери оқуға жіберді. Үнемі жол ақшаңды төлеп, сендер қазақ елінің болашағысыңдар, оқыңдар деген Темірбектің жақсылығын қалай ұмыттың? Әй Түйебай, кейін жұмысқа орналастырып, бұл менің бауырларым, көмектесіңдер деп көзің шайтып, орыстың офицерлеріне тапсырды ғой. Отау көтергендеріңде жеңешең дәмеш екеуі келіп, тойыңа қатысып, оның бір жағын көтергені түк есінде қалған жоқ па? Бірақ сен ант тұрған неме, кекшіл едің. Қолыңнан келгенше үлкен қызмет тиген соң, Темірбек ағаңның астыртын артына түсіп, тыңшы болып, одан қалайда кек алуға тырыстың. Кәне, көзіңді жұма бермей, бері қара. Осы айтқаным рас па, әлде өтірік пе? Періште жанның уытты, шыншыл сөздері Түйебай шалды теріс жолға түсіп бара жатқан жерінен шындық арнасына қайта түсірді. Рас айтасың, мен кекшіл едім. Ішімде қан қатып қалған дойыр, доңыз болатынмын. Айтқаныңның бәрі шындық. Мен Темірбек аға жасаған жақсылықтарды ұмыттым. Үстіме офицердің мұздай киімін киіп, қолыма лауазымды қызмет тиген соң, кек болған менің көзімді шел басты. Алдымен жүрген мен қара шалдардың байлығын тәркілеп, өздерін ит жеккенге айдағым келді. Дәл сол шақта оңтайы келіп, байларды кәмпескелеу жөнінде кеңес өкіметінің заңы шыға қалды. Аттың сұлуына, жүйрігіне мініп, бойыма 5 қаруымды асынып, қасымда шашал десе, басалатын жарандарым бар. Қараның ауылына бардым. Шалақылды екен. 4 мүлік малының бәрін өз еркімен менен бұрын үкіметке өткізіп жіберіпті. Ой, бәріміз қорқып жүрсек, өзіміздің Түйебай жан екен ғой, деп қара шал аңқылдап алдымнан шықты. Аттан түспедім. Қаһарланып, оның ұсынған қолын алмай, өзімнен өзім жынданып, қамшымды үйірдім. Әй зұлым шал, үйтіп маған мәймөңкілеме. Сендей бай құлақтар кедейлерге не көрсетпедіңдер? Мына менің әкемді, ағаларымды өлтірген қанды қол сендерсіңдер. Менің өзімді де табанымды тіліп, қозылақ бақтырдың. Шешемді аштан аш күң еттің. Айтыңдар шей, жалаң аяқтар, осы сөзің рас па? Дедім айқайлап. Бәрі менен қорқып үндеген жоқ. Тек өмір бойы жүргенмен қараның жалшысы болып келген бір ақсақал былай деді. Түйебай, бәріміздің баратын жеріміз ақирет. Өлтірсең өлтір. Бірақ шындықты айтайын. Сенің әкелерің табиғат апатынан өлді. Ал мына тұрған қарадай жомарт, әділ мейірімді бай бұл өңірде жоқ. Мысалға, мына маған істеген жақсылықтарын айтып тауыса алмайым. Мыналар сенен қорқып тұр. Ал саған шешеңе қашан қысастық істеп еді? Сені оқытқан, тоқытқан анау қара Темірбек емес пе? Халайық солай емес пе? Көпшілік рас десті, оны арқаланып. Мен тұтығып үндемей қалдым да, таза ашуын тырнадан алатынның кебімен мынау шалда осы қараның құйыршығы. Сабап байлап матап тастаңдар. Әй, қара десе қап-қара бәлесің сен. Малдың бәрін өткізіп тастапсың. Енді тыққан-пыққан алтындарыңды, асыл тастарыңды тап қазір әкел. Әйтпесе сені де қаматам.
деп тағы да қамшымды көтере беріп едім. Өзімнің бірге ойнаған, бірге жүрген 3-4 досым шалдың алдына көкіректерін төсеп тұра-тұра қалысты. Сескеніп қалдым. Оларды бас көзіне қарамай қамшымен тартып жібердім. Беттерін қан жуған жігіттер міз бақпады. Сөздің қысқасы бәрін байлап матап, ұрып соғып, ештеңе шықпаған соң, қарамен бірге бірнеше адамды ауданға келіп қамадым. Шал осыларды көбірлеп айтса да, шаршап қалды. Ентігіп жатыр. Періште жанның дауысы естілді. Міне, Түйебай, шындыққа енді келдің. Бірақ біраз асыл заттарды тонап алып, жымқырғаныңды айтпай кеттің. Сен шынында да зұлым жан екенсің. Өз туған ауылыңды қалай ғана қорлап, қанға бөктіріп кеттің. Қалай ғана соған дәтің барды. Тіптен одан әрмен құтырдың. Кейінгі істеген зұлымдықтарыңды айтудың өзі қазір саған қандай ауыр тиет десеңші. Дұрыс айтасың, періште жан. Кейде мен өзіме өзім түсінбей қалам. Неге мен Темірбекке соншалықты кектендім? Неге зұлым болдым соншама? Жақсылыққа неге жамандық істедім? Темірбек Жүргенов деген есім мен қанша кектенсем де дүрілдеп тұрды. Тәжікстанда, Өзбекстанда халық комиссары болды. Кәмпескеден соң зорлық зомбылықпен орташалардың малын тартып алдық. Кедейлерді бір орталыққа біріктіріп, олардан да жүн тері тіптен оның мүйіздерін, тұяқтарын талап еттік. Темірбектің Қосжан, Досжан деген бауырлар болды. Міне, солар бастап біздің көрсеткен қысастықтарымыздан кейін халық көтеріліске шықты. Әр жерде осындай көтерілістер қаулады. Ал Қарақұм көтерілісі ең үлкен көтерілістердің бірі болды. 5 қаруын асынып барған орыс әскерінің пулеметтерін, мылтықтарын тартып алып, оларды бірнеше рет тас-талқан етіп жеңді. Қарақұм көтерілісінің бастығы Қосжан, Досжан еді. Бұл мені қатты ызаландырды. Қалайда оларды түп-түқиянымен жойып жібергім келді. Бұл кезде Темірбек Өзбекстанда халық комиссары болып жұмыс істеп жатқан. Алаш орданың бұрынғы басшылары мен Темірбектер осы көтерілістерді ұйымдастырып, сыртынан қарап тұрғандай көрінетін маған. Шіркін, маған билікті берсе, алдымен осыларды қырып тастар едім. Орыс бастығым бір күні мені шақырып алды. Сен біздің сенімді адамымызсың. Қарақұм көтерілісінің бас қасында байқұлақтардың құйыршықтары тұр. Біз көтерілісшілермен келіскен боламыз да, қолға түскен соң оларды бірін қалдырмай қырып саламыз. Сен кегіңді қайтарасың. Сенің қызметің Әліби Жангелдиннің жанынан бір елі қалмайсың. Егер ол көтерілісшілермен ауыз жаласып кетсе, бірден оны өлтіресің. Тапсырма түсінікті ме? Деді ол маған сынай қарап. Мен қуана оған жауап қаттым. Біз орыс бастығым айтқанды істедік. Көтерілісшілер талаптарын қойып берілді. Олар алданғанын кейін бірақ білді. Қосжан, Досжаннан бастап оларды қырып салдық. Мен оларды өз қолыммен аттым. Түйебай, сен біздің бауырымызсың ғой. Темірбекке айт, бізді алдап түсірді де. Қапы кеттік, одан да майданда соғысып өлуіміз керек еді, әттең, деді Досжан өлімнен қаймықпастан соңғы сөзін айтып. Әй Досжан, сендер қанаушы тапсыңдар. Біз қаналушы таппыз. Мен сендердің бауырларың емеспін. Біз жаумыз. Сендер сатқынсыңдар. Халық жауысыңдар, дедім мен қаһарланып. Періште жанның даусы естілді осы сәт. Түйебай, сен қанды қол қарақшы екеніңді мойындайсың ғой. Иілген басты қылыш шаппайтынын жақсы білдің. Және оларды алдап, қолға түсіріп, қырып салғандарың қандай адамгершілікке жатады? Айтшы өзің. Нағыз сатқында халық жауды сендер белсенділер болдыңдар. Тәркілеу деген сылтаумен қанша адамды ит жеккенге айдадыңдар. Олардың дені оралмай сол жақта көз жұмды. Әсіресе бар малын тартып алып, миллиондаған қарапайым халықты аштан қырғандарыңды Алла кешірер ме екен? Әй қайдам, сен де қанды қол жендетке айналдың. Ал ең үлкен жендеттер Голощекин мен оның жандайшаптары. Қырылып жатқан қазақтарға рахаттанып қарап отырған зұлымдық пен зобалаң шындығы тым кейін ашылды. Мен кедей шаруа табынанмын деп кеуде қағып, бүкіл елге жар салып
мақтандыңдар. Қара бай болсын делік. Көз алдыңда сол кедейлерің, өз бауырларың қырылып жатқанда, сен неге ақырып қарсы келмедің? Неге айтпадың? Түйебай мынадай ауыр сауалдар жаншығандай, әлде бір жыртқыш тәрізді қорқынышты үн шығарды. Саққұлақ ажар кемпір әп-сәтте жетіп келді. Әй, шалау, сізге не болды? Жаман даусың шығып кетті ғой. Шалқасынан жатқан оған өңіле қарап еді. Түйебай, кет, менің жағдайым жақсы, деді басын ашулана қимылдатып. Түкке түсінбеген кемпірі, жарайды, аман болсаң бопты, деп ол жөніне кетті. О кеткен соң шал сәл үндемей жатты да, періште жанға күбірлеп жауап қата бастады. Мен кім едім онда? Менің қолымнан ату, асу, ұрып соғу, зорлық-зомбылық жасау келетін. Рас, мен ол үстемдігімді әлжуаз халыққа жасадым. Неге екенін білмеймін. Содан рахат табатынмын. Менің алдымда адамдар бейшара болып, етігімді сүйіп жатса, төбем көкке жетіп мақтанатынмын. Әсіресе бай манаптарды аяған жоқпын. Иә, мен Голощекин сияқты алыптардың қолындағы шоқпары болдым. Мен және менің сыбайластарым өз ұлтымызды аттық, қырдық, жойдық. Байғұстар бізден қорыққаны соншама, мал жанын тастап шетелге қашты. Мен оларды сатқын сықылды көрдім. Қашып бара жатқанда артынан қуып барып, пулеметпен бала-шаға демей атқылап, қанға бөктіріп, өліктерін кез келген шұңқырға көміп тастай салатынбыз. Аштық кезінде ит құсқа жем болған, әр жерде қалған өлген қазақтарды есеп жоқ еді. Дала өлік сасып жатты. Оны мына шыққыр көз көрді. Қалада да қолдарын жайып, бір түйір нан сұраған қайыршы қазақтар қаптап жүрді. Орыстар тіптен басқа ұлт өкілдері олардан жиркенетін. Өзім қазақ болсам да, соңымнан қалмаған қаңғыбас босқындарға ашуланғаным соншама. Шаужайыма жабысқан, көзі үңірейген аштарды қамшымен сабап, қылышымның дүмімен ұрып, қасыма жолатпаймын. Оларды атып, өлтіріп тастасаң да сұрау жоқ еді. Ол кезде Темірбек Өзбекстанда жұмыс істеді. Ал қалғандары оларды көрмеді ме? Көрді, бірақ ештеңе істемеді. Алашорданың қайраткерлері, мен деген зиялы қауым өкілдері, халық аштан қырылып жатқанда неге бір әрекет жасамағанына мен осы күнге дейін таңғалам. Түйебай шал масаттанғанда кейіп танытты. Періште жан бұл уәжіне не айтар екен дегендей үнсіз қалды. Олды көп күттірмеді. Нық сөйлеп, ақиқаттың шоғын үрледі. Мен оларды қорғаудан аулақпын. Алашорданың қайраткерлерінің көбісі қуғында, түрмеде, тергеуде жүрді. Сталинге хат жазып, Голощекиннің есігін тоздырып, бұл нәубетті тоқтатуға күш салғандардың үндерін ешкім естімеді. Темірбек Жүргенов өзбек еліне ауып келгендерді қамқорлығына алды. Қолынан келгенше көмектесті. Ал сен болсаң, тағы бір шындықты жасырып отырсың. Темірбек елге оралып, нарком болып бүкіл қазақты біліммен сусындатып, өнер мәдениетке бұрып, күні-түні жұмыс істеп жатқанда да, одан кек алуға тырыстың. Басқа оның 80-дегі әкесі Қараны да сақалынан сүйреп, оған қара жүйе жағып, халық жауы деп ақыры атып тындың. Күні-түні төсекке шалқасынан таңылған шал, қарсалындағы қасқайып тұрған ақиқаттың құрығынан қанша бұлқынса да құтыла алмайтын еді. Өмір бақи өтірікпен тыныстап, көкірек сарайына талай қанды оқиғаларды, зұлым сырларды тығып, тұмшалап сақтап келген Түйебай оның барлығын арқалап, о дүниеге аттанып кете баратыны сөзсіз болатын. Анау үрейлі түс, отты көздер, оның қат-қат жиналған сасық ой қоймасын асты үстіне шығарды. Тергеуші періште жан, бұл тұтқын. Оның қуаттылығы сол, Түйебайдың ішінде не жатқанын айнадан көргенде біліп отырады. Бұл тартпайды. Шал бұл жолы да ақиқат айтуына тура келді. Қара мейірімді адам еді. Мойындаймын. Қараның да, Темірбектің де жақсылығын көп көрдім. Бірақ ол кезде жақсылық деп білмедім. Заманға сәйкес, қатыгез, қатал болдым. Онсыз мен де бәзбіреулердің саусағының ұшында халық жауы болып кетер едім. Менің мына өмірден ұққаным
Қазақ елінің ішінде мен сияқты сатқандар көп болды. Бір-бірімізді саттық. Голощекиннің басты жандайшаптары да сол қазақтар болды. Атақты адамдар, қайраткерлер, қаламгерлердің арасындағы сатқындарды мен жақсы білем. Періштежан, күні бүгінге дейін олар шалқып өмір сүрді. Өтірік күлді, өтірік бір-бірін мақтады, бірін-бірі сатты. Сол жаман дәстүр әлі күнге дейін жалғасып келеді. Жақынбаздық, аярлық, намыссыздық, имансыздық, сатқындық қазақтың тамыр-тамырында жүр. Бұлар тұрғанда біздің ұлтымыз ешқашан өркендемейді. Тіптен жойылып кетуі де мүмкін. Нағыз шындықты дәл айттың, Түйебай, деп Періштежан ризашылықпен оның сөзін бөлді. Сенің күнің таусылуға жақын ба деп ойлаймын. Оны бір Алла білет. Сенің қылмыстарыңды тізбелесем, оның шеті де шегі де жоқ. Сенің және сендердің үкіметтеріңнің ең үлкен күнәләрінің бірін есіне салайын. Сендер құдайсыз мемлекет құрдыңдар. Есінде ме? Молда, имамдардың сақалдарын жұлып, атып, асып, ит жеккенге айдатқандарың. Есіңде ме? Орыстың дінсіздерімен бірлесіп, қасиетті мешіттерді қиратқандарың. Тіптен оларды шошқаханаға айналдырғандарың ешбір адамдыққа жатпайтын еді. Сонымен, қараны аттың ендігі кезек кімдерге келді? Түйебай өткен күндерін, күнәләрін, қылмыстарын еске алғандай ауыр күрсінді. Кемсеңдеп жылап, өзін өзі тоқтата алмай біраз жатты. Аллам, кешір мені. Мен рас өзімді ақтай алмаймын. Бәрі де есімде қазір. Менің жанымды жегідей жеп жатқан сол атың өшкір күнәләрім ғой. Мен нағыз жендет болдым. Менен жұрт қорғатын. Менің қолдарым талай мәрте адамның қанына малынды. Маған сол үшін медаль, орден берді. Мақтау қағаздарым әне үйіліп жатыр. Соны малдандым, мақтандым, мәз болдым. Сөйтсем, бәрі пендешілік екен. Темірбектердің талай атақты адамдардың түбіне жеткен мен сияқты жендеттер. Мен Темірбекті соңғы рет тергеу камерасында көргенде қанша қатыгез болсам да іштей шошыдым. Баяғы сұлу қайратты жанның жұрнағы да қалмаған. Тістері опырылған, бет аузында сау тамтық жоқ. Менің алдымда әруақ сияқты адам тұрды. Алғашқыда мен оны танымадым. Оның көздерінде ғана жылтылдаған әлсіз от қана қалыпты. Есі кіресілі шығасылы ол да мені танымады. Бойымды тез жинап алдым. Лезде бойымнан аяушылық сезімі кетіп, қатыгездік, кекшілдік көкірегімде қайта орнады. Мен оны өз қолымен аттым. Арманыма жеткендей болдым. Іле-шала оның әйелі Дәмешті соттатқызып, түрмеде азап шегуіне ықпал еттім. Туған туыстарын баласында үнемі үрейде ұстадым. Бірақ неге екені белгісіз. Бұған да қанағаттанбадым. Солай. Періштежан, мені енді қинамаш. Мен тірі өлікпін. Енді менен не талап етесің? Менің бар шындығым осы. Басын барынша әрлі-бері жастыққа соққылап, Түйебай шал тағы да қыстыға жылады. Жендеттің тас жүрегі жібіді ме, әлде өлім жақындағанда тәубеге келгендегісі ме? Әйтеуір тағы да Алладан қайта-қайта кешірім сұрады. Осы сәт Періштежан оның жанына тым жақын келгенде болды да, былай деді. Сау бол, Түйебай, ендігі сенің тағдырың Алланың қолында. Қап-қара жамандыққа толы көкірек сарайыңды босатқаныңмен, қара тастанда ауыр кінәләріңнен арыла алмайсың. Халықтың көз жасына қалғаныңнан болар, қураған ағаштай сені Алла тағала жалғыз қалдырды. Адам өміріндегі ең жаман нәрсе ұрпақсыз қалу. Енді сені болашақ ұрпақ жендет қалпыңда да есте қалдырмайды. Әй Түйебай, сені қара жер қабылдар ма екен? Мына жан шошырлық сөздер оның жүрегін инемен шанышқылағандай қатты ауыртты. Аңыранып қиналып, жанұшыра айқайлап жіберді. Не болды байғұс-ау, соншама айқайлап, деп кемпірі жанында тұрды. Көкірегі көтеріліп басылған шал қинала сөйледі. Кемпір, менің
Сандықтағы сөмкемді әкел. Түйебай кегештеніп айтса да, сөзі ап-анық, түсінікті еді. Кемпірі көп ұзамай былғары сөмкені әкелді. Қолмен кемпіріне кет дегенде есікті нұсқады. Содан соң асықпай сау қолымен сөмкесін ашып, түбінен ақ матаға оралған бір затты суырып алды. Оны бипаздай ашты. Ішінен қара қобдиша шықты. Қобдишаны кеудесіне қойып, ішін ашқанда кішкентай пистолет жатты. Оны көрпешесінің астына тықтыды. Қобдишаның жасырын қалтасынан қағазға оралған тағы бір түйіншекті тапты. Шешіп еді, қойдың құмалақтарындай 10 шақты патрон оқ шықты. Айтпақшы, пистолеттің кабруындағы ойылып жазылған сөздерге қарап, оның Түйебайға сыйға тартылғаны байқалды. Пистолетті тәжірибелі жендет тез оқыды. Міне, бәрі дайын. Түйебай төбеге қарап, біраз ойланып жатты. Періште жан тіл қатамы деп күтті. Қараңғы бөлмеде тырс еткен дыбыс жоқ. Шал күбір сөйлеп жатыр. Темірбектің қарындастарынан барып кешірім сұрасам бекен. Жоқ, олар кешірмейді білем. Оның үстіне мына түрімен. Сөзін сәл үзді де қайта жалғады. Кешіріңдер мені. Бәріңнен кешірім сұраймын. Темірбек, сен де кешір мені. Мен де сен жүрген қараңғылық әлеміне сапар шеккелі жатырмын. Кешір. Алла мені кешірші. Түйебай нық сенімге келгендей пистолетінің құлағын қайырды. Тарс етіп шыққан дыбыстан ажар кемпір селк ете шошып кетті. Жан-жағына қарап тыңдады. Дауыс шалы жақтағы бөлмеден шыққандай. Домалай жүгіріп жеткенде, оның қарлығыңқы шошынған дауысы бүкіл үйді сілкіндіріп жіберді де, гүрс етіп шалының төсегінің жанына құлады. Әңгіменің соңы. Әңгіме авторы Ертай Айғалиұлы. Әңгімені тыңдағандарыңыз рахмет. Әңгімеге лайк басып, төменге пікір жазып, өз ойларыңызды бөлісе кетіңіздер. Каналға жазылып кетіңіздер. Көп рахмет.